Сәлем мұхтар, сіздермен керемет с деген есебін талқылап жүрейік. Көп балалар енді әртүрлі жауаптар шығарып жатыр екен. Олай болса кеттік. Есептің берілген көргеніңіздей П сияқты бір әріп берілген, және оның биіктігі берілген, ені және қалыңдығы берілген. Осыған қарап, осы П әрпінің біз табуымыз керек салмағын. Енді салмақтың формуласы по идее оңайды. Мысалға П тең mg. Вроде қатты қиын емес сияқты. М-ді аша саламыз. Ро көбейтілген В көбейтілген Ж болады. Мына екеуі салмақты массаны береді. Енді бізге тек нені тау керек? Көлемді тау керек. И осы жерде көп балалар қателесіп жатыр екен. Мен сіздерге осының дұрыс шығару жолын көрсетейін. Сіздер дұрыстап тыңдап алыңыздар, иә? Кеттік. Биіктігі 30 сантиметр дейді. Ол биіктік деген мына бәле ғой. Мынадан мынаған дейін. 30 сантиметр деген сразу метрге айландырамын. 0,3 метр. Барлық жағында биіктік бірдей. Мына жағында биіктік бірдей, мына жағында биіктік бірдей дегенсіз, иә? Оның бәрін жазбай ақ қояйын. Ені 20 сантиметр. Ені деген мынау болар. Мынадан мына шетіне дейін. 20 сантиметр деген ол сразу метрге айландырсақ қанша болады? 0,2 метр болады. Метр. Так, вот. Енді бізге қалыңдық дейді. Қалыңдық деген мынау ғой, әріптің қалыңдығы өзіңіз байқайсыз ғой, жұқа болады, иә? 3 миллиметр бізде. Ол бізде мынау болса, метрге айландыратын болсақ, 0,3 метр ғой. Енді соңғысы қалды, әріп сызықтарының ендері барлығы бір дейді. Енді ендері деген сіздерге көрсетейін. Көп балалар осы жерден қателесіп отыр. Ені деген мынау болар. Бұл 5 сантиметр болар. Енді метрмен жазатын болсақ, әрине 0,5. Ол барлық жағында бірдей. Мына жағы да бірдей. 5 сантиметр дегенде 0,5 деп жазайын, метр. И мына жағы да қанша? 0,5 метр. Мынаның алдында 0,5 бар деп есептейік. Хорошо? Жалпы берілген осы, енді бізге көлем тау керек. Көлем тау үшін параллелепипедтің көлемін табу формуласы бар, иә? И соған қарайсыздар. Мысалға, мынау көлемді бірінші мына көлемді табайық. Ой. Мына бірінші фигураның, яғни бірінші күлгінің несін табайық та, көлемді табайық, сосын мына екіншісі оған тең, иә? Екеуі бірдей болып тұр ғой. Біреуін тапсақ, екеуі көбейте саламыз. Болды. Как раз соның светіне сәйкес жазайын. Көлем тең А көбейтілген Б и биіктікке көбейте саламыз. Болды. Сонда А деген мынау деп олайық па? Ну, бәрібір да. 0,5 көбейтілген қанша болады? 0,3 көбейтілген и биіктік 0,3 болады. И осылардың бәрін көбейтіп жібереміз. Мен енді сразу дәрежемен жазамын көбейтіп қазір. Оны отыратын уақыт жоқ та. 0,5 көбейтілген 0,3 көбейтілген 0,3. Так, 45, 4,5 деп алайық дәрежемен, да? 4,5, 5 дәрежеме. 4,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр куб шығады. Енді бізде бұлдан екеу ғой. Сондықтан екке көбейт жереміз балалар. Сонда ол ауызша көбейтсе болады. 4,5 көбейтсең 9 шығады. 9 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі метр куб деген. Бұл бірінші екі жанының, екі бағанының көлемі. Енді бізде ортасында тұрған жасыл кішкентай бөліп қалды, соның көлемін табу керек. Оны как раз біз жасылмен жазайықшы. Әдемі кетеді, иә, балалар. Ол тоже А көбейтілген Б көбейтілген H, яғни фигураның көлемін осылай табамыз. Білмесеңіздер, математика курсына қайтадан қатысыңыздар болар. Геометрия курсына ма или? Так, енді бұл жерде кішкене бір ескеретін жағдай бар. Мына ұзындық жалпы 0,2 метр болса, бірақ байқасаңыздар, мына бөлік одан кіші, да? Кіші. Екі жағы 0,5, яғни 5 сантиметр кетіп қалады. Сонда мына 10 сантиметр болады. 10 сантиметр дегеніміз ол 0,1 метр. Яғни мына қашықтық 0,1 метр. Түсіндіре алдым ба? Мына екеуін біз алып тастауымыз керек. Ол общий ұзындықтың какой-то бөлігі ғой. Енді просто так осылай қоя саламыз. 0,1 көбейтілген ені 0,5, қалыңдығы 0,3 болады екен. Вот, көбейтейік.
Так, 0,1 көбейтілген 0,5 көбейтілген 0,3. Так, 14 дәреже 4 нөл бар, яқты 1 нөліміз. 1,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәреже жатқан ғой. Болды. Енді жалпы көлемді табу үшін біз қарамен жазайықшы. Жалпы көлем екеуінің қосындысы ғой, да? В1 мен В2-ның қосындысы. Қосыламыз. 9 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі қосылған 1,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Енді 9 мен 1,5-ті қосыластар деп ойлаймын. 10,5 10-ның минус 5 дәрежесі метр куб. Бұл жалпы көлем. Біз оны астын 2 сызықпен, 3 сызықпен, 4 сызықпен белгілеп қойдық. Ладно. Так, енді бізде тығыздық бар болады. Қараңыздар. Тығыздық, өкінішке орай, бізді қиындатқан өмірімізде. Немен берілген? Килограмм емес, грамм бөлінген метр кубпен берген. Біз оны қандай түспен жазайық? Қызыл түспен жазайықшы, әрине. Ро тең болады 2,7 көбейтілген емес, грамм бөлінген сантиметр кубты. Енді көп балалар осы бәледен қателеседі ғой. Грамм деген по идее аз ғой деп ойлайды да, мыңға бөліп жібере салады. Бірақ астында сантиметр куб бар екенін ескермей кетеді. То, что бұны айландырудың оңай жолы бар. Граммда килограмм айландыратын болса, онда минус 3 дәрежеге көбейтеміз. Так, сантиметр кубты метр кубқа айландыратын болсақ, оның минус 6 дәрежесіне көбейтеміз. 6 дәрежесіне. Енді осы жерде балалар бөлінген кезде не істейміз? Дәрежелерді бір-біріне азайтамыз. Сонда былай шықпай ма? 2,7 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі азайтылған минус 6 дәрежесі. Сонда 2,7 10-ның плюс дәрежесі шығады. Дұрыс па? 2 минус плюс болады. Бұл дегеніміз әрине 2700. Тек есептесек болады. Осы күнде қалдырсақ та болады. 2700 жазайын ба? Жазбай қойыншы, килограмм қала берсін. Енді мына бастапқы біздің формулаға саламыз. Болды. Арғай easy уже. П тең ро деген сол 2,7 10-ның плюс дәрежесі көбейтілген В деген таптық қоя 10,5 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі. Вот. Енді көбейтеміз, соңғысы 10. Көп балар осы 10-ды ұмытып кетіп жатыр ғой. Бір сан қателестің, біттің ғой балам, ұйықтап қалдың ғой. Бір бал жоқ дегенсіз ғой. Так, енді просто көбейту керек. 10,5-ті көбейтеміз қаншаға? 2,7-ге. Все, 28-де бірден шығады. 28-де 35. 35 дәреже плюс 3 пен минус 3 екеуі бір-біріне қосылған кезде минус 2 қалады. Так, оған 10-ды көбейтеміз. Ол 10 деген 1 дәреже ғой, е? Сонда 10-ның минус 1 дәрежесі қалады. 10-ның минус 1 дәрежесі. Бұны километр ньютон ғой. Ньютон жазамыз. Немесе минус 1 дәрежені кетіреміз. Ол бізде 2,835 ньютон. Жауап осы болар. Қаламның краскасы дейін деген не білем. Так, түсінікті шығар деп ойлаймын. Егер осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыз, подписка жасаңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. В общем, қолымнан келгенін істеші, мен саған тағы да жақсы есептер беруге көмектесемін, уәде беремін. Жақсы, бүгінге осы, сау саламатта болыңыздар.